Ал енді келесі жауап беретін сұрақтарымыз бұл тоқтау және тұру деген тақырыпта болайын. Енді мына бірінші сұрақ. Ортамызда трамвайдың сызығы тұр, трамвайдың жолы тұр. Ондай жағдайда бүйтіп кеп тоқтауға бола ма дейді. Естеріңізде болса, қаланың ішінде егер екі ақ жолақты жол болса, біз оң жаққа да, сол жаққа да тоқтай береміз деп айтқанбыз. Мына картинкаға қарайтын болсаңыздар, бұл екі ақ жолақты жол. Себебі трамвайдың жолы жолақ деп саналмайды. Алайда трамвайдың жолы маневр үшін пайдалануға болады. Егер олай санайтын болсақ, бұл жолақ. Сондықтан бұл екі жолақты емес, төрт жолақты жол. Төрт жолақты жолда қарама-қарсы бағытқа тоқтауға болмайды. Өйткені екі трамвайдың сызығының ортасында екі сызық бар, двойной полоса бар деп есептейміз. Сондықтан бұл жерде болмайды екен. Курсор көрініп тұр ма, кстати? Курсор көрінбей қалды деймін, курсор. Ал енді бұл жерде не жауап береміз? Тек екінші траекториямен керек дейміз. Келесі сұрақ. Мына жерге тұруға бола ма дейді. Тұруға болады, егер біз деген жолдың шетіне шығып тұрсақ, жолдың шетіне шығып тұрсақ қана болады. Сондықтан болады деп қоямыз. Егер машинаның жаққа тұрса, жолдың үстінде, онда болмайды. Мына жерге тұруға бола ма дейді. Тоқтауға бола ма дейді. Есімізде болса, мына жол қиылысынан 30 метр алыс тұру керек. Мына жерге қарасаңыз 15 метр деп қойыпты. Яғни болмайды. Қай жерге қаланың сыртында тоқтауға болады дейді. Қаланың сыртында біз тек оң жаққа тоқтаймыз. Және асфальттан шығып барып тоқтаймыз. Бұның ішінде дұрыс тұрған мынау ғана, үшінші көлік. Мына автобустың аялдамасына қанша метр алыс тұруымыз керек дейді. Есімізде болар, 15 метр. Мына көліктердің қайсысы ережені бұзып тұр дейді. Мына көлік 30 метр дейді, тоқтауға бола береді. Бұзып тұрған мына жүк көлігі, себебі мына жерде үзілмеген сызық бар. Үзілмеген сызық болғандықтан біз тоқтауымызға болмайды, өйткені арт жақтағы көлік айланып өте алмай қалады. Сондықтан жүк көлігі деп жауап береміз. Мына көліктердің қайсысы ережені бұзып тұр? Бұзып тұрғанда бордюрдің үстіне шығып кеткен көлік. Себебі бұның үстіне шығып тұруға болады тротуарға, егер арнайы белгі қойып қойса. Бұл жерде белгі жоқ. Сондықтан қызыл көлік бұзып тұр деп қоямыз. Жеңіл машина. Келесі сұрақ. Мына жүк көлігінде мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Тоқтауға болмайды, егер мына белгіні жауып тұрса. Сондықтан дәл қазір ол жауып тұрған сияқты, сондықтан болмайды. Мынандай жағдайда тоқтауға болады, егер екі көліктің арасы 3 метрден артық болса. Арасынан кез келген көлік өтіп кете алады, сондықтан бұл жерде болады деп қоямыз. Мынау Т тәріздес жол қиылысы. Мына жерде бір-ақ жолақ бар. Егер мына жерде бірнеше жолақ болса, бұл тұра берсе болатын еді. Дәл қазір оған болмайды, себебі мына жерде үзілген сызық бар. Көріп тұрсыздар, арт жақтағы көлік солға бұрыламын дейді, немесе кері айланамын дейді. Ондай кезде мынау кедергі жасайды. Сондықтан дәл қазір бұлай тұруға болмайды. Жауап береміз, болмайды деп. Қай қойылған көлік дұрыс қойғанда, қайсы дұрыс қойған дейді. Бірінші, мына көлікті қарайық, бірінші көлік. Мынау екі бағыттағы жол. Ол 3 метр ғана асып барып тоқтады, дұрыс емес. Ол 5 метр асып барып тоқтаса болатын еді. Яғни ол дұрыс тұрған жоқ. Енді оң жақта 1 сантиметр асып болса да тоқтай берсе болады. Өйткені ол зебраның ар жағында.
бізге жолымызды жаппайды. Сондықтан ар жақта ол тұра береді. Және мына көлік 4 метр ол да болмайды. Егер ол 5 метр болса болатын еді. Яғни бұл жерде дұрыс тұрған тек екінші көлік. Трамвайдың жолының үстінде тоқтап тұруға болмайды. Бірақ мына жерде мынау жолдың шеті, мына жер сияқты жолдың шеті. Егер жолдың шеті трамвай жүретін жол болса, трамвайға кедергі жасамайтын болса, онда тоқтауға болады деген ереже бар. Алайда мына жерде біз қарап тұрсақ, ол трамвайдың линиясының үстінде тұр екен. Трамвайдың линиясының үстіне тоқтауға мүлде болмайды. Аялдамадан біз 15 метр алыс тұруымыз керек дедік. Яғни мынау ережені бұзып тұр. Болмайды деп жауап береміз. Кез келген көпірдің асты болмайды деп айттық. Болмайды. Өйткені ол көрінбейтін шектеу, көрінбейтін алыстан. Мынандай жағдайда 4 метр дейді, жолдың шетінен мына жерге дейін. Тоқтауға болады. Егер арт жақта ешкім жоқ болса, тұруға мүлде болмайды. Сол жерде жауап береміз, тоқтауға болады, егер ешкімге кедергі жасамасаң дейді. Яғни арт жақта келетқан көлік ол екі аяқты мотоцикл болуы мүмкін, өтіп кете алуы мүмкін. Егер үлкен көлік болса болмайды. Сондықтан болмайды, егер кедергі жасасаң дейді. Мынау жаңа айтқандай тәріздес жол, бірақ мына жерде бірнеше жолақ тұр. Сондықтан мына жерге тоқтаса бола береді. Өйткені біз жанынан айланып өтіп кете аламыз. Солға қарай бұрыламаймыз, өйткені бұл жерде үзілмеген сызық. Сондықтан болады деп жауап береміз. Рұқсат етілген жерді көрсетіңіз дейді. Мынау деген стоянка деп тұр. Қайсысына тұруға болады? Мына көлікке болады, себебі жол белгісіне дейін тұр. Өйткені знакты қойғаннан кейін бастап оның күші енеді, яғни мына көлікке болмайды, мынаған болады. Және ол белгі жолдың оң жағына ғана әсері, мына жаққа әсері жоқ ешқандай. Сондықтан бұл жерде рұқсат беріп тұрған ол 1, 2 және 4. 1, 2 және 4. Қай жерге тоқтаса болады дейді. Мына белгі айтып тұр. Елді мекеннің ішіне кіріп кеттік, және ол екі ақ жолақты жол. Елді мекеннің ішінде екі жолақты жолда оңға да солға да тоқтай берсек болады. Яғни бұл жерде ешкім ережені бұзған жоқ. Барлық жерге тоқтай берсе болады. Мына белгі не айтып тұр? 500 метрден кейін демалыс орны бар, алда қарай жүре берсек дейді. Яғни бұл неке айтып тұр? 500 метрден кейін арнайы тоқтайтын жерге барып тоқтасақ болады екен. Үлкен трассаларда кейде белгі тұрады, тоқтауға болмайды деп. Сол кезде мына белгі айтып тұр, 500 метрден кейін тоқтасаң болады. Осы көрсеткілердің қай жеріне тоқтауға болады? Жаңа осындай сұрақ болған, дәл осы сұраға. Бірақ енді қарасаңыз жерде бір бағытты жол дейді. Бір бағытты жол болса, мына жерде 5 метр болса болады еді, ол 4 метр дейді, 3 метр дейді, яғни бола береді. Өйткені бір бағытта ғой, бір бағытты жол болғаннан кейін, мынау да тоқтай берсе болады. Өйткені ар жақтан машина келмейді. Ал мына көлікке болмайды. Өйткені біз келе жатырмыз, мынау тым жақын тұр, мына зебраны жауып тұр. Егер бұл 5 метр алыс тұрса, онда болатын еді. Ал енді жолдың ар жағында ол не важно дейміз, не важно себебі мынау бір бағыттағы жол екен. Сондықтан бірінші және екінші көліктерге тоқтай беруге болады екен. Қай көрсетілген жерлерге тоқтауға болады екен? Тоқтауға дейді. Мұқият болсаңыздар, тоқта деп тұрды, тоқтауға болады дейді. Ал енді мына знакқа қарайтын болсақ, бұл знак тұруға болмайды деп тұр. Яғни тоқтай беруге болады деген сөз. Тұруға болмайды.
Сондықтан біз басымызды қатырмаймыз, любой жерге тоқтай беруге болады деп қоя саламыз. Во всех местах деп. Біз айтқанбыз енді көпірдің астында, эстакада, тағы да басқа осындай ғимараттардың астында тұруға болмайды, тоқтауға болмайды дедік. Жол қиылысы шекарасы міндетті түрде мына жерден 30 метр болу керек деп айтқанбыз, тым жақын жолдың қиылысына тоқтауға болмайды. Не болмаса 30 метр асып барып тоқтау керек, не болмаса 30 метр жетпей тоқтау керек. Себебі мына жерге біз машинамызды қойып қойсақ, оңға бұрылатын көліктер бұрыла алмайды, өйткені жерде үзілмеген сызықта, ол жерден жаңа маневр жасай алмайды. Сондықтан біз ары тұруымыз керек. Енді мына 15 метр деген ол тыйым салынады. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Болады, себебі мына жерде үзілген сызық бар екен. Кез келген автобус болсын, кім болсын, бүйтіп айланып кете алады. Сондықтан болады деп қоямыз. Мына жерге тұруға бола ма дейді. Тұруға. Мынау қарасақ, белгі айтып тұр. Темір жолға дейін 50 метр қалды дейді. Мына жерден 50 метр аз. Мынау тоқтап тұр. Яғни 50 метр жақын тұруға болмайды. Тоқтауға болады, әрине, шлагбаумға тоқтаймыз ғой. Айына тұруға 50 метр жақын болмайды темір жолға. Сондықтан болмайды деп қоямыз. Көпірдің үстінде тоқтауға болады, егер мына жерде 3 немесе одан артық жолақ болса дедік. Өйткені көпірдің өзі онсыз да тар жер. Сондықтан егер 3 жолақтан аз болса болмайды. Мына жерде қарасақ 2-ақ жолақ екен. Сондықтан жауап болмайды. Қаланың ішінде мына жерге тоқтаса бола ма дейді. Әрине болады дегенбіз, өйткені қаланың ішінде 2 жолақты жол болса, қарама-қарсы бағытқа тоқтай берсек болады деп. Бұлай тоқтап тұруға бола ма жүк көлігіне? Болмайды. Өйткені мынандай тәсілмен жеңіл машина мен мотоцикл ғана болады деп айтқанбыз. Сондықтан болмайды деп қоямыз. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Аялдамадан 15 метр екеніміз білеміз болатын. Алайда мына жерде зебра тұр. Зебраға 5 метр жетпей тоқтау керек. Сондықтан болмайды. Егер ешқандай жолда сызықтар болмаса, немесе жаңа алаңдар болмаса, онда бүйтіп бұрыштап келіп тоқтауға болмайды екен. Егер мына жерде сызықтар сызып қойса, онда ғана болатын еді. Ал бұндай жағдайда тек біз параллельді қоюымыз керек, яғни мына бордюрге алдыңғы және арт жақ дөңгелекте тақалып барып тоқтау керек. Значит, бұлай болмайды. Мына жерде жолдың қиылысына дейін 30 метр қалды дейді, яғни болады. Мына көлік жолдың ережесін бұзып тұр, өйткені бұл жүк көлігі. Біз айтқанбыз, тротуардың үстіне мотоцикл мен жеңіл машинаға шығуға болады деп. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді, ол қаланың іші, сондықтан бола береді. Осы көрсетілген жерлердің қайсына тоқтауға болады дейді. Біріншіден, мынау қауіпсіздік аралы. Қауіпсіздік аралына тоқтауға әдейі болмайды. Екіншісі, жолдың қиылысқан жерінен 30 метр асып барып тоқтау керек дедік. Мынау тура тақалып тұр. Әрине болмайды. Үшіншісі, қаланың сыртында сол жаққа тоқтауға болмайды. Мына жерде үзілмеген сызық бар екен, тем более. Сондықтан үшеуіне де тоқтауға болмайды екен. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Тоқтауға болады, егер мына жер 3 метр болса, 3 метр болса. Мына көліктердің қайсы жол жүру ережесін бұзып тұр? Жүк көлігі бұзып тұр, себебі жанында үзілмеген сызық бар. А мына көлік бұзып тұр, себебі 15 метр. Яғни екеуі де бұзып тұр. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Әрине болады.
50 метр аз қалды дейді. Ол енді тоқтауға бола береді. Тұруға болмайды, 50 метр қалғанда. Болады. Автобустың аялдамасына тоқтауға болмайды. Еуропаның жауап несінде егер автобусқа кедергі жасамасаң болады деп айтқан. Енді біздің заң бойынша болмайды деп жазамыз. Қаланың іші бір бағыттағы жол, екі жаққа да тоқтай берсек болады. Мына жерге тоқтауға бола ма дейді. Болмайды, себебі мына жерде сары сызық тұр. Сары сызық тұрса, ол тоқтауға болмайды деген сөз. Сондықтан болмайды деп жауап береміз. Мына көліктердің қайсы дұрыс тұр? Мына жерде сызық тұр. Бұл сызық деген қаланың жолдың шеті деп көрсетті. Жолдың шетіне шығып тұрған көлік ол мынау. Мынау деген шықпай тоқтап тұр. Мынау сәл шығып тұр. Яғни бұл жерде дұрыс тұрған мынау ғана, бірінші көлік. Так, мынау екі бағыттағы жол, өйткені знак жоқ. Қайсы дұрыс тоқтап тұр? Мына көлік тоқтап тұр дұрыс, өйткені 5 метр асып барып тоқтап тұр. Мына көлік оң жақта тұрған оған бәрібір тоқтай береді. Мынаған болмайды. Сондықтан рұқсат берген бір және екінші көліктер. Қай жерге тоқтауға болады осы картинканың? Қаладан шығып кетті. Қаланың сыртында екі жақ тек бір ақ жаққа тоқтаймыз. Сондықтан мынағанда болады, мынағанда болады, мынаған болмайды. Егер бұл көлік қаланың ішінде тұрса бола береді, сыртында болмайды. Сондықтан 1 мен 2 мен 3 қана болады екен. 2 мен 3 деп қоямыз. Қай траекториямен адамды алуға болады? Жаңағыны біз айтқанбыз. Бұндай жағдайда трамвайдың жолы екінші условно, екінші жолақ деп санайтын болсақ, онда трамвайдың жолағымен жүріп барып айланып келіп тоқтайды екенбіз. Яғни мына екінші траектория дұрыс. Бұлай істеуге болмайды, бұлай істеуге де болмайды. Траектория 2 деп қоямыз. Мына көліктердің қайсысы тоқтағанда ереже бұзды? Қаланың сыртынан шығып кеткенде сол жаққа тоқтауға болмайды. Және егер обочина болса, сол жолдың жиегіне шығып барып тоқтау керек еді. Яғни бұл да ережені бұзып тұр. Сонда екеуі де бұзады дейміз. Мынандай жерге тоқтауға бола ма дейді. Егер көрініс 100 метр көрініп тұрса, ар жақтан онда болады еді деп қоямыз. Мына жер 3 метр дейді, мына көлік тұр, бола ма дейді. Әрине болады, өйткені ешкімге кедергі жасап тұрған жоқ. Керек көлік айланып өтіп кете алады. Сондықтан болады. Қаланың ішінде бір бағыттағы жол болса, сол жақта бола ма дейді. Болады. Мына жерде енді бұлай болмайды, өйткені көліктің жартылай жолдың үстіне шығып тұр. Ол мына жиекте тұру керек еді, шығып тұр, сондықтан болмайды. Трамвайдың сызығының жанында тоқтап тұруға болады, егер трамвайдың жүрісіне кедергі жасамасаңыз. Кедергі жасамасаңыз, тоқтасаңыз болады. Мына көлікке мына жерге тоқтауға болады, себебі мына жерде белгі айтып тұр, үстіне шығып тұру керек деп. Яғни жеңіл машина болғандықтан оған болады. Не нарушает? Мына жерде 1,5 метр дейді, тоқтауға бола ма дейді. Тұруға әрине болмайды, тоқтауға болады, егер ешкімге кедергі жасамасаң. Тоқтау деген тоқтап, адам түсіп, тез кетіп қалу мысалы. Сондықтан, егер ешкімге кедергі жасамасаң деп қоямыз. Мына көліктердің қайсысы тұрақты тұрақ ережесін бұзып тұр дейді. Бұл жерде ешқандай белгі қойылмаған. Қалай қою керек деген. Ешқандай нақты нұсқау жоқ болғандықтан, қалай болса да қоя берсе болады. Ешкім бұзып тұрған жоқ. Не нарушает дейді. Қай жерлерде жүк көліктері егер салмағы 3,5 тонна асып кетсе, тоқтауға болады дейді. Біз осы көрсетілгеннің ешқайсысына да
тоқтауына болмайды. Яғни жүк көліктері екінші жолақтан ары қарай жүруге жалпы болмайды, ауыр машиналар. Алайда жүкті түсіру үшін тоқтауға болады мына жерге, жүк түсіру үшін, бірақ бұл жерде айтылмаған. Жай ғана тоқтауға бола ма дейді. Мына екеуіне әрине болмайды, және мына жерге болмайды, себебі ол белгінің артында тұр. Сондықтан бәрі де жолды ережені бұзып тұр. Қай жерге тоқтауға болады? Әрине мына жерге тоқтауға болады, мына жолдың ортасындағы бөлгіш жолағына тоқтауға болмайды. Жол қиылысы деп саналады шеңбердің ішінде, сондықтан бұл жерге тоқтап тұруға болмайды. Тұруға бола ма дейді. Тұруға және тоқтауға дейді. Тек тұруға ғана болады, 50 метрден жақын тек тұруға ғана болады. Мына жерде көпірдің үстінде 3 жолақ тұр, бірақ мына жерде стоянка дейді. Тұруға вообще болмайды. Тоқтауға болады, ал тұруға болмайды. Қай жерге тоқтауға болады осының үшеуіне? Мына жерде біз көк белгі көріп тұрғандықтан бұл қаланың сырты. Қаланың сыртында тек мына жерге ғана тұруға болады. Үшінші көлік. Мына көпірдің үстінде тоқтауға бола ма дейді. 3 жолақ. Әрине болады. Көрдіңіздер ме? 3 жолақ болса болады. Былай тоқтауға бола ма дейді. Әрине ол кедергі жасап тұрса болмайды. Мына көк көлік шығар кезде ол шыға алмайды, себебі мына жерде машина тұр. Ол 30 метр алыс барып тоқтау керек еді, сондықтан болмайды деп қоямыз. Мына қойған көліктердің қайсысы дұрыс қойған дейді. Еш қайсысы дұрыс емес. Мына қауіпсіздік аралығына болмайды, және қиылысатын нүктеден 30 метр асып барып тоқтау керек. Сондықтан екеуі де болмайды.